Жаңаөзенге қарасты ауылдық округтерде әкімдердің халық алдында есеп беру өтті. Бұл жолы Кендірлі, Рахат, Қызылсай және Теңге ауылдарының тұрғындары атқарылған жұмыстар туралы есебін тыңдап, өзекті мәселелерді ортаға салды. Кездесулерге қала әкімінің міндетін атқарушы Мақсат Мұқаш, бөлім басшылары мен жауапты мекеме өкілдері қатысты. Алғашқы кездесу Рахат және Кендірлі ауылдарында өтті. Рахат ауылының әкімі биылғы 4 айда атқарған жұмыстарға тоқталып, ауылды абаттандыру бағытында жүзеге асып жатқан жобалармен таныстырды. Ауылда балалар ойын алаңдарын салу, көше жарығын жүргізу, аялдамалар орнату және жаяу жүргіншілер жолдарын салу жұмыстары қолға алынған. Сонымен қатар Мерей шағын ауданында бірнеше инфрақұрылымдық жоба жүзеге асырылуда. Рахат ауылы Мерей шағын ауданы бойынша автокөлік жолдарының құрылыс жұмыстарына қатысты жалпы ұзындығы 17,84 шақырымды құрайтын 3 жоба әзірленіп, 2024 жылдың тамыз айларында мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысын алынды. Атап айтқанда, Рахат ауылының Мерей шағын ауданының автокөлік жолдарды салу номері 1, 2 және 3 жобалары. Қазіргі таңда Рахат ауылы Мерей шағын ауданының автокөлік жолдарды салу номері 1 және 3 жобалары бойынша 52-65 көшелеріне және 61-78 көше аралығына және 78 көшенің 0-68 шақырымына асфальт жабындысы төселді. Кендірлі ауылында да бірқатар жұмыстар атқарылуда. Балалар ойын және спорт алаңдары салынып, жаяу жүргіншілер жолдар жүргізілуде. Сонымен бірге көше жарығын жақсарту бағытында жұмыстар қолға алынған. Алайда ауылдағы 1000-нан астам бағанаға әлі күнге дейін жарық шамдары орнатылмаған. Ауылымыздың Сақ базары жолы бойында жарық шамдар жоқ. Бірінші аралық көшемізде жарық шамдар орнатылмаған. Соған сәйкес биыл бюджет қаражат есебінен конкурс өткізіліп, тиісті мердігер анықталып, қазіргі таңда жұмыстарын бастады. Теңге переезінен бастап Сақ базарының алдымен 27-ші көше бөліс Шерғала көшесінің бойымен жаңадан бағаналармен бірге жарық диод шамдар орнату жұмыстары басталды. Одан бөлек ауылымыздың электр желінің кернеулігін тұрақтандыру мақсатында 3 дана КТП трансформаторды орнату бойынша жақында жұмыстар басталды. Ал Қызылсай ауылындағы есеп беру кездесуде тұрғындар жол сапасын, жаяу жүргіншілер жолы, қоқыс шығару, балабақша ғимаратын жөндеу және Қызылсай Жаңаөзен бағытындағы тасжол құрылысын мәселелерін көтерді. Сонымен қатар ауыл тұрғындары жұмыс орындарының аздығын айтып, жұмыспен қамтуға қатысты ұсыныстарын жеткізді. Теңге ауылында өткен есеп беру жиында тұрғындарда белсенділік танытты. Ауыл әкімі 4 айда атқарған жұмыстарды баяндап, елді мекеннің әлеуметтік экономикалық дамуына тоқталды. Кездесу барысында ауыз су қысымы, қоғамдық көлік, аялдамалар, электр және газ тарифтері, көгалдандыру, жол мәселелерін көтерді. Өзекті мәселелеріне тоқталып өтейін. Енді Теңге ауыл әкімінің ғимаратын салу, бұл енді көптен бері айтылып келе жатқан жоба. Осы Теңге ауылының ғимараты салынған жағдайда почта қызметі, тағы да басқа қазіргі отырған ғимарат ардагерлері үйіне беру бұрыннан бері айтылып келе жатқан мәселе. Осы әкімшілік ғимаратын салу қажет етіледі. Сонымен қатар Теңге ауылында өрт сөндіру депосының ғимаратын құрылыс салу, қазіргі отырған ғимараттары өте ескі, сондықтан жері бәрі берік жасақталған. Алдағы уақытта мүмкіндігіне қарай осы жобаларда жүзеге асса деп сенеміз. Теңге ауылында бастапқы медицина санитарлық орталық емхана ғимараты өздеріңізде көріп жүрсіздер, өте ескі. Сол ғимаратты да күрделі жөндеуді қажет етіледі. Барлық кездесулер тұрғындар тарапынан ортақ мәселелерді айтылды. Атап айтқанда қоқыс шығару, көше жарығы, балалар ойын алаңдарының жетіспеушілігі, жол сапасы және қоғамдық көлік қатынасы жиі көтерілді. Былтыр осындай кезде, осы көктемнің кезінде бір очкидегі бір бала бар, әкімшілікте өзі. Сол бала бір қара топырақ кетті. Асфальттың үгін шығарды кетіп біз. Бұл оказывается мына жерде 6-7 микрорайонның қасында көмірдің күлі. Олмен бір таз жағаластық. Үйге ашан шығарып, төтеп қара тұтындым.
Одан мына кеше декабрьдің бас жағында, кеше өткен жылдың ақ топырақ төкті. Әк сияқты. Ол енді кәдімгі ақ жүргізбейді, балшық, тайғанақ. Мен адамды да, мен мәшінде жүргізбейді. Қала әкімінің міндетін атқарушы Мақсат Мұқаш көтерілген мәселелерді кезең-кезеңмен шешілетінін айтып, жаңадан құрылған коммуналдық мекеменің абаттандыруды, көгалдандыру және қатты тұрмыстық қалдықтарды шығару жұмыстарын күшейтетінін жеткізді. Кездесу барысында тұрғындардың барлық ұсыныстары мен өтініштері хаттамаға енгізілді. Қала басшылығы қаржы мүмкіндігі мен маңыздылығына қарай мәселелерді кезең-кезеңмен шешуге жұмыстарынатынын айтып өтті. Қазіргі таңда енді сіздердің ауылдарыңыз бойынша көп жұмыстар жүргізіледі. Біз бірінші кезекте басталған 10 көшені аяқтауды қараймыз. Мүмкіндік болса, әрине, барлық көшелерді біз асфальттағымыз келеді, бірақ қазақ айтпақшы, жомарттың қолын жоқшылық байлайды. Бізде қазір өңірде қаржылық тапшылық бар, ол ешкімге жасырын емес. Сондықтан біз енді негізгі қажеттіліктерімізге қарай бұрыламыз деп ойлап отырмын. Ал сіздің үйіңіздің алдындағы көшеге келетін болсақ, оны біз өндірістік мекемелер бар, шептік көмек көрсететін мекемелер бар, соларға айтып, алдын реттеп, сүріп, күреп, жаңадан айтып отқан аяққа жабыспайтын, ертең су тиген жағдайда ескіп кетпейтін топырақты төгіп беру жағын қарастырайық. Есеп беру жиынынан кейін ауыл тұрғындары жеке қабылдауларға қатысып, өздерін толғандырған мәселелері бойынша жауапты тұлғаларға сұрақтарын қойды. Ашық форматта өткен кездесулер билік пен халық арасындағы байланысты нығайтып, ауылдардың өзекті мәселелерін талқылауға мүмкіндік берді.